ITC Қазақ радиосы. Армысыздар, құрметті ұстаздар, студенттер. Қайырлы күн, қымбатты ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Бүгінгі эфирдің жүргізушілері номер 27 топ студенті Хохлачева Дарья Және номер 29 топ студенті Самидзаде Рамзей. Сіздерге эфир аясында қызықты ақпараттар мен мерекелік көңіл күй сыйлайтын боламыз. ITC Қазақ радиосының бүгінгі шығарылымы 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесіне арналады. Мерекелік ән шашу, ән Қазақстан орындайтын номер 31 топ студенті Ғиният Ақтилек. Бүгінгі мерекенің орны өзгеше. Қаны мен қара тасқа қашалып, ғасырлар бойғы арман тілекті бойына сіңіріп, сағым жылдардың елісін арқалап, асыға жеткен арманымыз ғой бұл. Дала төсінде тербеліп тұрар, тәуелсіздік бесігі шартараптағы сағыныштарды біріктірері сөзсіз. Ортақ тарихы бар,
Көп болтты еліміз бейбітшілік пен берекенің дәлелі болып табылады. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асты. Осы уақыт ішінде Қазақстанның жеткен жетістіктері мақтанышпен айтарлықтай. Ең маңызды оқиғаларына тоқталып кетсек. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіз мемлекеттік ел болды. 1992 жылы Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды. 1993 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға енді. 1997 жылы Қазақстанның елордасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілді. 1998 жылы елордаға Астана атауы берілді. 2006 жылы мемлекетіміздің жаңа әнұраны қабылданды. 2008 жылы Қазақстан Республикасының Астана күні жаңа мерекесі пайда болды. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. 2019 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 19 наурыз күні өкілеттігін тоқтатып, 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, 70%-дан астам дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Осы жылы Қазақстанда жастар жылы болып жарияланды. 2020 жыл еріктілер жылы болып жарияланды. 2022 жыл Қазақстанда балалар жылы болып саналды. Сонымен қатар ағымдағы жылдың 20 қараша күні кезектен тыс сайлау өтіп, Қасым-Жомарт Тоқаев 81%-дан астам дауыс жинап, 7 жылға президент болып сайланды. 2022 жылы 5 маусымда республикалық референдум өтіп, Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Уадриға, алтын бесік туған жер, қадірінді келсем білмей кеше ғор, жата алмас ем топырағында темберінбей, ақын болмай тасым болсам мен егер. Неткен байтак, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ, бұл дүниеде дер едім. Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік аспаннан түскен сый емес еді. Халқымыз бостандықты аңсап, тәуелсіздікке зарығып жетті. Бұл күнге дейін жеткен ұмытылмас оқиғалар тарихымызда өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталатыны анық. Орнында бар оналар. Демекші, ел орнында, жер орнында, жерге жетер байлық жоқ. Жер болса, ел болады, ел болса, ер болады. Ерлеріміздің арқасында Қазақстан егеменді ел болып, дүние жүзіне танылды. Осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде кеңшілігі керемет. Дархан дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз отанның жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады. Бәйгеге ат жіберсек те, кен далада көсіліп ойнасақ та, белесек те, ән айтсақ та, осының бәрі бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз. Аманат болған азаттықтың арқасы. Татулық пен тұрақтылық аясында өмір сүріп, бейбітшілік туын биікке көтерген Қазақстан халқы жаңа әлемнің жарқын жаңалықтарына ұмтыла бермек. Мереке қарсаңында колледжімізде осы оқу жылында жеткен жетістіктерге тоқталып кетсек. Жоғарғы оқу орындары колледж студенттері арасында студент және ғылым, ізденіс, инновация, даму, халықаралық ғылыми практикалық конференциясында білім берудегі өзекті мәселелер инновация секциясы бойынша номер 25 топ студенті Майлықұл Рүстем 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Колледжіміздің 2 курс. Номер 25 топ студенті Сайфулиева Сабина. Облысымыздың волонтерлық қозғалысының дамуына елеулі үлес қосып, ерекше көзге түскені үшін үздік волонтер аталымымен марапатталды. Жерлесіміз ақын Сағынғали Сейітовтың
105 жылдык мерейтойуна арналган Сулуу сөздүн сардары облустук мәнерлеп окуу байкауына номер 25 топ студенти Канат Жантилек Орал өлеңи менен катышып, жүлделі 3 орунду ийеленди. Астана қаласында 7-9 желтоқсан аралығында өткен WorldSkills Қазақстан 22 республикалық чемпионатына мехатроника, күзіреттілігі бойынша Кенжегулов Демият пен Рубцов Егор, ақпараттық кабельдік желілер, күзіреттілігі бойынша Мусаев Елнур облыстан озып шығып, республикалық сайысқа қатысып келді. Быйылгы окуу жылынын үздік нәтижесі WorldSkills Қазақстан 22 республикалық чемпионатында веб-технология күзіреттілігі бойынша номер 42 топ студенті Бисенгалиев Марсель 2 орынды иеленді. Құттықтаймыз! Жеңіс құрметіне әсем ән тарту етеміз. Біз қазақпыз, жер юқты жайлаған, сол далада мұң қырқып малайдаған. Біз қазақпыз, ат үстінде ойнаған, айтыскермен, күймен тойын тойлаған. Қабақ шытса жауын қайраған, қонақ күтсе жаны жайнаған. Уәдесінен таймаған, шырын жатқа жаймаған, біз қазақпыз, бастан бағы таймаған. Біз қазақпыз, жауға қылыш сермеген, батыр елміз, ешбір дұшпан жеңбеген. Біз қазақпыз, ешкім сөзін бөлмеген, ақын елміз, жалған сөйлеп көрмеген. Ақ батамен ғана өрлеген, ақ қымызға ғана шөлдеген. Елін дауға бермеген, жерін жауға бермеген. Біз қазақпыз, біздей болсын ел деген. Шытса жаны жайраған, қонақ күтсе жаны жайнаған. Уәдесінен таймаған, сырын жатқа жаймаған. Біз қазақпыз, бастан бағы таймаған. Ақ батамен ғана өрлеген, ақ қымызға ғана шөлдеген. Елін дауға бермеген, жерін жауға бермеген. Біз қазақпыз, біздей болсын ел деген. Біз қазақпыз, біздей болсын ел деген. Баршаңызға бақыт, денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік тілейміз. Тәуелсіздігіміз құтты болсын. Тәуелсіздік күніне арналған эфирімізді мерекелік ән шешумен аяқтаймыз. Назарларыңызға колледж қызметкері Харкина Диана Еркінгалиевнаның орындауында «Сильные люди» әні. Қабыл алыңыздар. На стыке столетий, степей и дорог рождаются песни, рождаются дети. Храни тебя Бог, о великий народ,
Величие твое у ветров на примете. Здесь ясное солнце, всему голова, а вера чиста, как горные реки. Здесь память о предках повсюду жива. Здесь знают, что счастье в руках человека. Сильные люди сильной земли, вам ли не знать, что счастье и горе лишь продолжение огромной степи, горных вершин и Каспийского моря, столичной трассы, огни городов, великие судьбы под яркой звездою. Любовь и надежда — основа основ. Здесь помнят об этом, здесь любят душою. Безудержно бьется и мчится вперед горячее сердце земли первозданной. Храни тебя, Бог, о великий народ Казахстана. Сильные люди сильной земли, вам ли не знать, что счастье и горе лишь продолжение огромной степи, горных вершин и Каспийского моря. Огромной степи, горных вершин и Каспийского моря.